Балақай сәлем. Көңіл күйің қалай? Ертегі тыңдауға дайынсың ба? Күтіп отырсың ба? Жарайсың. Менің ертегімді күтіп отырғаныңа мен өте қуаныштымын. Жақсы. Менің саған бір сұрақ қойғым келіп тұр. Сенің үйіңде үй жануары бар ма? Қандай үй жануарын жақсы көресің? Мысықты ма, әлде итті ма? Мен мысалы кішкентай күшіктерді жақсы көремін. Иә, мысықтар да өте әдемі. Әсіресе кішкентай мысықтар, иә. Бірақ оларды үйде ұстамас бұрын міндетті түрде үйретіп алу керек екен. Ал мысықтың торғай мен тышқанға өш екенін білесің бе? Ол неліктен оларға өш екен? Сол жайлы ертегіні мен саған қазір айтып беремін. Кел, экранға жақында. Қазір қызық ертегі айтып беремін. Жиналдыңдар ма? Жақсы, мен бастаймын. Ертеде балақай, мысық, тышқан, торғай үшеуі ажырамайтын өте жақсы достар болыпты. Олардың достығына басқа аң құстар қызығып, қызғанып қарайды екен. Ал күндердің күнінде қылышын сүйретіп қыс келеді. Үш дос ақылдасып мынандай шешімге келеді екен. Аяз болса мынау, басқа аңдар болса анау тарпа бас салғай тұрған. Одан да біз адамға барып қызмет етейік. Сонда қарнымыз тоқ болады. Және жылы үйде алаңсыз өмір сүреміз. Депті мысық. Оған торғай мен тышқан да келіседі. Сөйтіп үшеуі бір диқаншының үйіне барады. Ал диқаншы олардың бұл ойын құп алып, оларды үйіне кіргізеді. Ал бір күні мысық торғай мен тышқанның едәуір семіріп қалғанын аңғарады. Бұл қалай? Деп ойлап, бұл қалай болды? Деп ойланады. Бәрімізге бірдей жем береді. Ал олар болса семіріп алды. Деп мысық тышқан мен торғайды аңди бастайды. Сөйтсе, не болған екен? Сөйтсе, тышқан мен торғай қамбадан астық ұрлап жеп жүр екен. Ойлаңдаршы, оларға жақсылық жасап жатса, олар болса ұрлық жасап жүр. Ал мысық болса ашуға булығып, арқа жүні күдірейіп, тышқан мен торғайға атылады. Торғай болса сәл ашық тұрған терезеден лып етіп ұшып шығып кетеді. Ал тышқан болса тесіктердің біреуіне зып беріп кіріп кетеді. Содан бері торғай мен тышқан мысықтың ата жаулары болып қалған екен. Ертегі саған ұнады ма, балақай? Ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпа. Және достарыңмен бөліс. Оларды да кешкі ертегіге шақыр. Жақсы ма? Келістік. Ал бұл ертегіден қандай ой түйеміз, балақай? Ұрлық жасау жақсы іс емес. Жақсылыққа жақсылықпен жауап беру керек. Солай ғой?
Жақсы балақай, мен сенімен енді қоштасамын. Кездескенше сау бол.